Сен қандай кітап оқып отырсың? Оралхан Бөкейдің апамның астау әңгімесін оқып отырмын. Қандай керемет! Бұл әңгіменің басты кейіпкерлері кімдер? Басты кейіпкерлері немересі мен әжесі. Немересі әжесінің тәрбиесінде болған ба? Иә, ол әжесінің тәрбиесінде өскен. Дана бұл мәтіндегі әженің қолынан көп нәрсе келеді екен. Қарашы, мына жерде былай жазылыпты. Тері илеп, көн тігіп отырған, жүн түтіп, арқан ескен, жіп иіріп, алаша тоқып, оюлап сырмақ тіккен апам. Оларды мына суреттерден көрсең болады. Алан, мына заттарды өткенде музейден көріп едік. Қандай әдемі? Иә, бұлар қазақтың тұрмыс тіршілігінде қолданылған. Алан, қолыңдағы тағы қандай кітап? Қазақтың қолөнері кітабы. Саған мына әңгімедегі әженің қолдан жасаған бұйымдарын осы кітаптан көрсетейін деп жатырмын. Бұл мәтінде әже тері илеп, жүн түтіп, арқан есіп, жіп иіріп, алаша тоқып, оюлап сырмақ тігіп жасаған бұйымдары туралы айтылған. Әңгіме қызық екен. Мен де демалыста осы кітапты оқуға кірісемін. Иә, кітап сенің досың. Мұндай шығармаларды көп оқу керек, Дана. Қазақ өнері мен тұрмыс тіршілігі тарихынан көп мәлімет білетін боласың. Әңгімедегі әже біздің әжемізге ұқсайды екен. Себебі ол да көп зат жасай алады.